Barşаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мариям. Өте дәмді әрі оңай дайындалатын тамаша личоның жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен бізге қызанақ және болгарский перец, чеснок, зелень керек. Осы көкөністердің барлығын жақсылап жуып, тазалап аламыз. Барлық қызанақтарды ұсақтап тураймыз және олардың қажет емес шеттерін кесіп алып тастаймыз. Осылай барлық қызанақтарды ұсақтап турап, оны блендерден немесе мясорубкадан өткізу керек. Өткізілген қызанақты қайнататын қазанымызға құямыз. Осындай ол сұйық болады өткізілгеннен кейін. Енді біз сұйық майды құямыз және сахар саламыз. Барлығын жақсылап қасықпен араластырып шығамыз. Өткізілген қызанақты орташа отта 20 минут қайнатамыз. Міне болгар бұрышын осылай ірі қылып турап шықтым. Чеснок тез ашылу үшін қайнаған су құйып 10 минутқа қоямыз. Сонда ол оңай ашылатын болады. Енді зеленді ұсақтап турап дайындап қоямыз. Онда біз личоға қосатын боламыз. Кесіп дайындап қойған болгар бұрышын саламыз. Сұйықтық аз болып көрінуі мүмкін, бірақ алаңдамаңыз. Бұрыш тұнып, қызанақта піседі. Жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз салыңыз. Тағы да 20 минут орташа отта қайнатамыз. Міне 10 минутымыз өтті. Енді чесноктарымызды ашимыз, сонда ол оңай ашылып жатыр. Бәрін ашып, тазалап жуып, ұсақтап турап қазанға саламыз. Егер личо ашы болған қаласаңыз, ашы бұрыш салсаңыз болады. Жақсылап араластырып, дәміне қарай душистый перец салсаңыз болады. Бізге личоның ашы болған ұнайды, сол себепті ашы бұрыш салатын боламыз. Міне зеленді турап салдым және артынша қызыл бұрыш салдым. 2 ас қасық 9% уксус құямыз және барлығын араластырып 10 минут жақсылап қайнатамыз. Мінекей біздің личомыз дайын болды. Енді ыссы күйінде банкаларға құятын боламыз. Личо қайнап жатқан уақытта банкаларды стерилизовать етеміз. Қақпақтарында алдын ала қайнатып қоямыз. Осылайша личоны әр банкеге құйып, қақпағын жақсылап жабамыз. Қақпағын закрывалканың көмегімен жабамыз. Барлық банкаларды осылай жауып, төңкеріп, жылы қылып орап қоямыз. Менде общий 7 литр шықты. Мінекей достар, өте керемет, өте дәмді личо дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Қыс мезгіліне дайындыққа сәттілік тілеймін. Сіздермен болған Мариям. Астарыңыз дәмді болсын.